Сәлем достар, мен бүгін сіздерге өзбек халқының хамыр хасиб деп аталатын тамағын жасап көрсететін боламын. Ол үшін алдымен сковородкамызды қыздырып, кішкене май құйып, қызып тұрған майдың үстіне бір кесе күріш салып, қуырып аламыз. Содан соң палау басқандай үстіне су құйып 20 минут басып қоямыз. Күрішіміз піскенше қамырымызды илеп дайындап аламыз. Ол үшін судың үстіне бір қасық сұйық майымызды және тұзымызды, жұмыртқа, ұнымызды барлығын араластырып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымызды жақсылап илеп болған соң, бетін жауып 10 минутқа тұндырып қойып қоямыз. Одан кейін салмамызды дайындаймыз. Пиязымызды майдалап турап, салма дайындаймыз. Пиязымызды турап болған соң, үстіне піскен күрішімізді саламыз және тұзымызды, бұрышымызды,
фаршымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жалпы салмамыз голубцидың салмасы сияқты дайындалады. Жалпы бұл тамақ манты мен голубцидың қосындысынан шыққан тамақ десек те болады. Салмамыз дайындап болған соң, қамырымызды мантының қамыр секілді жұқалап жайып аламыз. Сосын 8-ге 8 өлшемде қамырымызды кесіп, 4 бұрыш етіп кесіп аламыз. Кесіп алған соң, видеодағыдай ішіне салмасын салып, орап аламыз. Видеодағыдай орап болған соң, мантаваркымызды майлап, ішіне теріп саламыз.
теріп салып болған соң қайнап тұрған суға 40 минут пісіріп аламыз. Тамағымыз піскенше соусымызды дайындаймыз. Біз екі түрлі соус дайындадық. Біріншісі айраннан. Ол үшін укробымызды турап, майдалап турап аламыз. Және чеснок, 2 тіс чеснок жетеді. Чеснокты да майдалап турап алған соң айранға қосып араластырамыз. Бірінші соусымыз дайын, енді екінші соусымызды дайындаймыз. Біз бұл томатный сок, бұны біз жазда томатный сок банкіге жапқан болатынбыз. Сол сокты ыдысқа құйып 5 минуттай қайнатып аламыз. Сосын үстіне укробымызды қосып араластырамыз. Екінші соусымыз да дайын. Жалпы біз бір кесе күріштен 8 адамға жететін тамақ дайындадық.
Егер сіздер аз адам болсаңыздар, 1 пиала күріште жетеді. Тамағымыз дайын, өте дәмді тамақ, әрі ерекше тамақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, және лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.